кешіріңіз, бірақ ол ауылдарды сол жердің олигархтары қамтамасыз етіп отыр. Сіз ескерткіш салғанша немесе бәйге шаптыртқанша бізге мына көпірге жобалық сметалық құжаттама дайындап беріңіз. Неге біз осы ауыл салмаймыз? Мысалға Қытай Біздің еліміз тұрақты болу үшін оның тек қана қалалары тұрақты болмау керек. Оның ауылдары да тұрақты болу керек. Шымкенттен 10 шақырым ұзап кетсең, өзбектің радиосын тыңдайсың. Солтүстікке барсаң, Ресейдің. Болашақта сіз байқайсыз, мына қаладан ауылға көшу тренді қазір жаңданатын болады. Мына мектепте ертең бір кісі зейнетке шығады, оның орнына 10 адам таласады. Ауыл мен ауданды жұмыспен қамтамасыз етіп отырған ол бюджеттен ақша алатын мемлекеттік мекемелер. Балама жақсы білім беріп, баламның болашағы үшін көшеді. Қалаға. Лауазымды шенеуніктердің балалары ауылға бармайды. Үйектер еркесі не Америкада, не Англияда білім алады. Біз оны мойындауымыз керекпіз. Кез келген ауылға барсаңыз, сіз позитивті өзгерістер көресіздер.